Күздің салқын самалы мектеп ауласына ерекше үрей сыйлайтын. Таңғы сағат 7:30-да жаңа оқу жылы басталмақ. Балалар қуана-қуана гүл ұстап, мұғалімдеріне жүгіріп бара жатыр. Бірақ бір сыныптың бұрышында үнсіз тұрған қыз бәрінен ерекшеленіп көрінді. Ол да ақ бантик таққан, қолында қызыл раушан бар. Бірақ беті қураған, көзі өлінікі сияқты еді. Ата-аналардың ешқайсысы оған мән бермегендей, тіпті жанынан өтіп бара жатқанда байқамайтын сияқты. Бірақ бір ғана бала оны көріп жүрегі шым ете қалды. Өйткені ол қызды бірден таныды. Бұл қыз бір жыл бұрын дәл осы мектепте жұмбақ жағдайда қайтыс болған Әсел есімді ару болатын. Айдос өткен жылы сұмдықты есіне түсірді. Дәл 1 қыркүйек күні Әсел таңғы жиынға келе жатып, мектеп ауласындағы ескі Шынар мектебінің түбіне кенеттен құлап, жан тапсырды. Дәрігерлер жүрек талмасы деді, бірақ сыныптастары оның әлдебір сыбдырды естігенін айтатын. Содан бері әр түн сайын сол Шынардың түбінен баланың күлкісіне ұқсас, бірақ жылағандай дыбыс естіліп тұрады екен. Мектеп күзетшілері де түнде сол ағашқа жақындамайды. Айдос гүл шоқтарын ұстап тұрған Әселге қарай көз алмай қарады. Қыздың ерні баяу қимылдап, бірнеше сыбырлап тұрғандай көрінді. Ол қасына бармақ болып қадайым жасай бергенде қоңырау соғылып, барлығы сапқа тұрды. Сол сәтте Әсел біртіндеп адамдардың арасынан ғайып болып, тек оның қолындағы раушан гүлдері жерге түсіп, қанға боялып қалғанда елестеді. Айдос есінен танып қала жаздады. Сабақ басталған соң мұғалім балаларды жаңа кабинеттерге кіргізді. Айдостың партасының үстінде бір парақ қағаз жатты. Қағазда қара сиямен: «Маған көмектеспесең, сен де мен сияқты боласың. Түнде ағаш түбіне кел. Игі тілекпен, Әсел» деп жазылған еді. Айдос қалтырап қағазды сөмкесіне жасырды. Кешке дейін ол орнынан тұра алмай, үнемі артқы бұрыштағы бос орындыққа қараумен болды. Өйткені дәл сол орында Әселдің елесі отырды. Түн ортасында Айдос амалсыз мектепке келді. Аулада ешкім жоқ, бірақ ай сәулесі Шынардың діңін айқын көрсетіп тұрды. Ол жақындаған сайын жүрегі тарсылдап, құлағына әлдебір күбір естіліп жатты. Ағаш түбіне бірдеңе қызылдап тасылғандай, топырақ бос-бос. Сол жерден бала даусы шықты. «Мені мұнда қалдырды, олар жасырды. Сен мені босат» деді біреу. Айдос жерді қаза бастады. Қолы қанап, тырнақтары сынып жатты. Ақыры топырақ астынан шағын қорап шықты. Ішін ашқанда, ішінде қыздың ескі күнделігі жатты. Күнделікті ашып оқыған Айдос денесі дірілдеп, тұла бойы мұздап кеткенін сезді. Жазулардың бәрі бір сөйлемнен тұрды. «Олар мені өлтірмек. Олар мектептің астында бірдеме жасырады. Егер мен жоғалып кетсем, бар шындықты айт» деп тұрды. Соңғы бетіне тек қанды іздер және 3 сөз ғана жазған еді. 1 қыркүйек, құрбан. Айдос артынан біреудің тұрғанын сезді. Баяу бұрылып қаласа, Әселдің елесі дәл қасында тұр екен. Оның көзі қап-қара, дауысы ақырын ғана шықты. «Енді кезек сенде». Осыны айтқан сәтте Шынардың діңінен қараңғы түтін шығып, Айдосты ішіне тарта бастады. Ол айғайламақ болды, бірақ дауыс шықпады. Соңғы көргені Әселдің күлкісі мен қолындағы қанға боялған раушан болды. Келесі таң ата 1 қыркүйек салтанатына жиналғандар Шынар түбінде тағы бір баланың өлі денесін көрді.